Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Біздің отандасымыз Жансая Абдумалик Гибралтар Women Гран-придің жеңімпазы, немесе World Гран-придің жеңімпазы. Әлемнің ең үздік әйелдердің бәрінің басым бөлігін қиратты. Кеттік. Бүгінгі оның қарсыласы Кашлинская. Кеттік. I4, I5, ATF3, AT6, PLC4, ATF6, D3, итальян партиясына ұқсап тұр. Піл I7, AC3. Итальян партиясында бұл деген орын алады, және қос ат дебютінде де орын алады. Көрдіңіз бе? Two Knights деп тұр. Патшаның сарайғызды A3. Әрине, C4-тегі пілден айырып қалмауы тұрысы керек. Әрине, өйткені болашақта ат A5 деп жүруі мүмкін, және сіздің C4-тегі піліңіздің көзін жоюы мүмкін. D6, H3. Әрине, мына жердегі байлау әдісі бізге қажет емес. Сол себепті алдын ала H3 деп қоямыз. Тура I8, патшаның сарайғызды H6, B4. Бұл жерде Штайнец ережесін есімізге түсірсек болады. Егер де орталық тұрақты болатын болса, онда оң қанатта немесе сол қанатта ең еркін шабуыл жасауға болады. Піл F8, I1, піл I6, ат D5. Бұл жиі қолданылатын варианттардың бірі. B8, ат C3, бұлай жедік, және ат D5. Әрине, D5-тегі атты жеуге болмайды. Егер жейтін болсақ, онда D5 және қос соққының арқасында. Бұл позициялардың бір ерекшелігі асықпай, аптықпай қаралардың мазасын алуға болады. Сол себепті, егер де болашақта мінезіңіз тұйықтау болатын болса, және сіз ашық шайқасты ұнатпайтын болсаңыздар, осы варианттарды пайдалансаңыздар болады. I7, C4, B2, жедік, және D4. Бұл жердегі байқасаңыздар, мұна F8-дегі пілдің жағдайы онша емес. AT4, AT2, әрине, мүмкіндік бар болса, сіздер деген қарсыласпен айырбастамауға тырысу керек. Өйткені қарсыластың жағдайы онша емес, сол себепті ол барынша ойыншыларды немесе сарбаздарды айырбастауға тырысады. ID, G3, бұлай, және піл D4. Бұлай. Бұл жерде байқасаңыздар, мұна D6-дағы артта қалған сарбаздардың бірі. Бұлай, F3 және F2. Біздің ең басты мақсатымыз қараларды қимылдатқызбау, мүмкіндік бар болса, оларды осылай ешқандай белсенділікке жол бермеу. Барынша қысып отыру оларды. D7, D4, F5. Әрине, Кашлинскаяның көңіл күйі бұяқта бұзылған шығар, өйткені ол тып-тыныш бұндай позициялар ойнағысы келіп тұрған жоқ, ол тезірек мәселенің шешілгенін қалайды. IF, тура I1, жедік, бұлай, F5. Бұл жердегі бір ерекшелік, біздің піліміздің мүмкіндігі көбірек, ал мына піл деген Капабланка ережесіне сәйкес өте қолайсыз орналасқан. Капабланка не деді? Егер де сіздің піліңіз қара болатын болса, онда сарбаздарды ақ түске қойыңыздар. Егер де піліңіз ақ болатын болса, сарбаздарды қара түске орналастырыңыз. Қарамаға қарсы болу керек. Патша G2, F2 және A7. Мүмкіндік болса, әрине жеуге тырысады. C4, B7 жек қойдық. I2. Әрине, бұл жердегі Кашлинская көріп тұр. Мұна өтетін сарбаз, шетте тұрған өтетін сарбаз өте қауіпті. Ал мұна D5-тегі сарбаз деген онша емес. Содан кейін бізде екі ойыншымыз белсенді, ал мысалы қарсыласта бірақ қана ат қана белсенді. Сол себепті барынша ақ патшаға шабуыл жасалады. B6, жедік, C4, D5, патша G1. Әрине, егер де мүмкіндік бар болса, әрине мынандай шақтар, болашақта мынандай шақтар және мынандай шақтар бізге мүлдем қажет емес. Бұлай, A4, өтетін сарбазымыз қимылдады, D4, C6, F4, I3, B1 шақ, I1, біз егер де мүмкіндік бар болса, әрине вәзірлерді айырбастамасақ өте жақсы болар еді. Бұлай, жедік, және ат F1. C6, I3, бұлай, C3, жедік, және вәзір A4. Бұлай қарасаңыздар, тып-тыныш вәзір эншпилі деп аталады. Бірақ шын мәнінде бұндай эншпилді ойнау оңай емес. Оңай емес. Бірақ Кашлинская мүмкін шаршаған шығар, мүмкін басқа да жағдайлар болғанша. Бірақ тең түсуге барлық мүмкіндіктер бар. Бірақ
өте нақты және өте жақсы қорғану керек. Және әрине мүмкіндікті мына G6-ға немесе F6-ға сарбазды немесе H6-ға бұл сарбаздарды кіргізбеуге тырысу керек. Егер де кіргізетін болсаңыздар, әрине жағдайларыңыз қиын болады. G4 былай, әрине айырбастауға болмайды. Егер де айырбастасаңыздар, онда сарбаздар эншпилі бұл деген әрине ең еркін жеңіліп қалады. H2, G2, G3. Егер де мүмкіндік бар болса, болашақта жансая осы эншпилді қалай ойнау керегін және қандай нелерді, ойларды, мысалдарды пайдаланғанын жақсылап тұрып айтып берсе, жақсы болады әрине. Мен жалпылама әңгіме айтып отырмын ғой әрине. Жансая бұл жерде нақты варианттармен немесе қағидалармен сөйлей алады деп сенемін. I4, D2, H4, F2, F3, G5. Әрине жансая ақырындап қарсыластың аумағына кіргізуге тырысып жатыр. HG, әзір G1, былай F5. Көрдіңіздер ме? Ақырындап ол деген өзінің ойыншыларын жақындатып жатыр. B8, G6. Жағдай онша емес, өткені қараңыздар. Шах, және шах деген әрекет. Былай шах және F6. Байқасаңыздар, бірде-бір шах қалмады. Әрине Кашлинская шашылып қалды. Былай және патша H4. Тағы да бір шах жоқ. Мына шақтан қалай қорғанамыз? Былай бұл әрекеттен қорғануға ешқандай мүмкіндік жоқ. Әрине Кашлинская осы жерде жеңілді. Көрдіңіздер ме? Былай қарасаңыздар, қарапайым эншпильдердің қатарына кіреді, ал шын мәнінде жансая бұл қыр-сырларын жақсы біледі деген ойдамын. Өйткені егер әрине арнайы бағдарламаға қойып, бұны зерттеуге әрине болады, бірақ сіздер деген оны қарайсыздар ма, ол видео деген 10, 15, 20 минутке дейін созылуы мүмкін. Бірақ негізгі ойларды да жеткіздім деген ойдамын. Егер де каналдағы видео ұнайтын болса, лайк басыңдар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.